Менің сұрағым бар еді. Мгм. Біз жаңа мына жерде біреуіміз пайымдау мәтіні дедік, біреуіміз сипаттау мәтіні дедік, біреуіміз баяндау мәтіні дедік. Сонда мына мәтініміз сонда қандай түрде жазылған? Мен сіздерге соны талдап жатқан кезде сұрақ қойып отырдым. Бұл баяндау ма, бұл талқылау ма деп. Баяндау осы менің нанотехнология ғылымының шығу тарихын жазған ба деп. Енді қараңыздар, нанотехнология ғылымының пайда болуы, бірінші ол қайдан шықты, одан кейін қалай ол дамыды, соны осы күнге дейінгі жүріп өткен жолдары бар ма хронология? Қараңыздаршы, Жоқ. хронология бар ма? Міне Жоқ, бірінші жоқ. абзац оқиын. Жоқ, жоқ. Бірінші абзац оқиын. Нанотехнология бұл адамның көзіне көрінбейтін. Мына жерде нанотехнологияға ережесін айтып жатыр, сипаттап, иә? Нанотехнология осындай кішігірім өлшемдермен айналысатын ғылым. 1986 сол кездегі студенттер мына жерде кішкене осы нанотехнологияның шығу тарихын айтады. Бейнекескін ойлап шығарған, істей отырып, сәйкес 21 ғасырда нанороботтар мен технологиялар әрбір ағзаның заттық құрамына енгізіледі, адамзат өзін қоршаған әлеммен бірге тұтастай саналы суперкомпьютерге айналады. Мына жерде міне қай кезде пайда болды, қалай өсті, дамыды, одан кейін барып болжамы. Мына жер хронология. Екінші абзац хронология. Бірінші абзацта тек қана нанотехнологияның не екені туралы сипаттайды. Екінші абзацта оның біраз шығу тарихын, осы күнге дейінгі болжамын алып айтып баяндайды. Мынау мысалы баяндау. Одан кейін осындай хронология бар болса баяндау дейсіздер. Енді қараңыздар, бізде абзацтың өздері әртүрлі болып тұр. Мінекей, жаңа сіздерге айттым ғой, бір мәтінде тек қана сипаттау, бір мәтінде тек қана баяндау, суреттеу болмайды деп. Сол сияқты бірінші абзацымыз сипаттады, екінші абзацымыз баяндады. Енді үшінші абзацқа келейік. Нанотехнология деген сөзді өзіміздің қазақ тілінде түсіндіретін болсақ, кішкентай өлшемді технология дегенді білдіреді. Бұл жерде нано сөзі миллиард, мінекей, көрдіңіз? Тағы да нанотехнологияны түсіндіріп жатыр мына жерде. Түсіндіріп жатыр, иә, мына терминді түсіндіріп жатыр. Одан кейін бұған мысал ретінде байланыс саласында талшықты оптикалық жүйелер жатқызуға болады, яғни ешқандай сым баусыз ақпараттарды бір нүктеден екінші нүктеге деп. Ал оның бүгінгісінен болашағы әлде қайда жемісті. Қысқасы, нанотехнология адамзат өмірдегі ең төңкерісті жаңалықтардың бірі болды десек, артық айтқандық емес. Ал оның бүгінгісінен болашағы әлде қайда жемісті. Мына жерде тағы да сол нанотехнологияның ерекшеліктерін сипаттап, сосын барып мына жерде тұжырымдайды. Балалар осыны публицистикалық стиль деп жазған ғой. Мына ең соңында тұжырымдады ғой мұғалім деп. Сипаттап келіп тұжырымдады ғой деп. Ал негізінде ондай кішкене тұжырымдаулар неде де болады ғой? Ғылыми стильде де болады ғой. Мына жерде сипаттап жатыр. Енді қараңыздар. Сипаттады, иә? Міне, 3 абзаста сипаттап тұр. Мына бір абзаста нанотехнологияның шығу тарихын және болашағын тек қана баяндап берді. Енді ойлаңыздар, автордың мақсаты нанотехнология ғылымы туралы ақпарат беріп, нанотехнология ғылымын сипаттап жеткізу ма? Немесе нанотехнологияның шығу тарихын, осы ғылым жайлы оның жүріп өткен жолдарын баяндау ма? Сипаттау. Иә, сипаттау. Нанотехнология ғылымы туралы ақпарат беріп, түсіндіріп, сипаттап беру болды. Түсіндіру. Таныстыру. Нанотехнология ғылымымен таныстыру. Оқырманды таныстыру. Болды, мен сол ғана. Нанотехнология ғылымын сипаттап таныстырады. Мақсаты таныстыру. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сонда сипаттау мәтіні болып тұр ғой, иә? Иә, сипаттау бұл нанотехнология ғылымын сипаттап тұр. Нанотехнология ғылымы сипаттап тұр. Ешқандай баяндап тұрған жоқ. Мінекей, егер осылай не болса, даулы болса, бірінші осылай абзацтарды бөліп алыңыз. Біріншісінде сипаттады, екіншісінде қысқаша ғана баяндап кетті. Ал ешбір мәтінде болмайды, тек қана сипаттауды. Немесе тек қана суреттеуден, әңгімелеуден тұратын мәтіндер болмайды. Жаңа сіздерге айттым, ол мәтіннің бірақ тұра ажыратылады, бірақ түрі болады. Не сипаттау мәтіні, не баяндау мәтіні, не талқылау мәтіні. Ол қайдан шығады? Ол автордың мәтінді жазудағы мақсатына шығады. Автор көпшілік қауымға нанотехнология туралы
таныстырып бергісі келіп тұр. Сондықтан нанотехнологияны сипаттады. Нанотехнология ғылымы деген не? Оның қандай пайдасы бар? Одан не өзгерістер болады? Соны сипаттап беріп тұр. Үшінші, төртінші абзацта ше? Үшінші, төртінші абзацтармен сипаттап келген мына жерге дейін. Сосын қысқасы деп сол нанотехнология ғылымының адамзат өміріндегі ерекшелігін, маңызын тұжырымдап берген. Мысалы, ғылыми стильде де солай болады. Ғылыми стильдерде тек қана публицистикалық стильде ғана тұжырымдай бермейді. Ғылыми стильде де белгілі бір зерттеулерді жүргізіп келеді дағы, сол зерттеуден шыққан қорытындыларды беріп отырады.